Қалай ет асуды білмей жүрсіздер ме? Бүгін мен сіздерге ет асудың лайфхактарымен бөлісетін болам. Қайырлы күн барша оқырмандар мен достарым. Бірінші лайфхак: етті осылай ыстық су құйып аламыз. Сол кезде етіміздің түрі әдемі болып піседі. Осылай отқа қойып қақпағымызды жабамыз. Етіміз қайнаған кезде отты ақырындатып, көбігін сүзіп аламыз. 500-600 грамм ұнымызды аламыз. 2 жұмыртқа, 1 шай қасық толтырмай тұз саламыз. Екінші лайфхак: еттің нанын ыстық сорпаға илейміз. Ыстық сорпаға илеген еттің наны езілмей піседі. Мүмкін бұл кеңестермен сіздер қолданып жүрген боларсыздар. Егер қолданып жүрсеңіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Және де менің видеомды қолдай отырып, лайк басып, каналыма тіркеліп отырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осылай нанымызды басып аламыз 15-20 минут иық қанғанша. Содан кейін 2 пиязымызды алып тұздық жасайтын боламыз. Ұсақ етіп турап алып, лавр жапырағын салып, 3-4 лавр, шымшым тұз, шымшым бұрыш салып, сорпамызды құйып, бір қайнағанша бұрқ еткізіп аламыз. Негізі әрбір қыз келіншектің ет асуда өздерінің құпиялары болуы мүмкін. Егер сіздердің өз құпияларыңыз болса, комментарияға бөлісіп отырыңыздар. Осылай қайнатып алғаннан кейін картобымызды аршып, етпен бірге пісіріп алатын боламыз. 5-6 картопты осылай еттің қасына салып пісіреміз. Және де еттің нанын жайып аламыз. Осылай жұқалап етіп жаятын боламыз. Міне осылай жұп-жұқа етіп қамырымызды жайып алдық. Тұздығымыз қайнады. Тұздыққа укроп салдық. Және етіміз пісті. Етті негізі сиыр етін 1 сағат, жылқы етін 1,5 сағат пісіреміз. Кәрі мал болса 4-5 сағат пісетін де еттер болады. Осылай бұл бізге түскі асқа, өз отбасымызға кішкене ғана асылған ет. Негізі бізде ет асқанда жал, жая, омыртқа, қазы, қарта барлық мүшелерін салады. Кесек ет, жамбас, жілік. Ал бұл тек қана өзіміздің отбасымызға кішігірім ет асып жатырмыз. Мынау қазымыз. Картопымызды көреміз. Картопымызды көргенде пышағымыз жұмсақ кірсе пісті. Осылай қатты қайнап жатқан сорпаға еттің нанын салып аламыз. Салып 2-3 көтерілгенше қайнатамыз. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Бетін жабамыз, нанымызды саламыз, бетін қақпағын жабамыз, көтерілет, қайта басамыз кәкпірімізбен. Одан қайтадан қақпағымызды жауып, көтерілгенше күтеміз. 2-3 рет солай қайнатып алғаннан кейін еттің наны дайын болады. Одан кейін түсіріп аламыз осылай. Табаққа кішкене тұздықтан құямыз, жабысып қалмау үшін. Және де осылай тағы бір лайфхагым: табақты суық сумен жуып алсаңыздар, еттің наны жабысып қалмайды. Тұздығымызды құямыз әдемілеп. Тұздығымызды құямыз, үстінен ет қоямыз, етке кішкене тұздық қалдырамыз. Етімізді әдемілеп салғаннан кейін бетінен шамалы тұздық құямыз. Осылай бізге түскі асымыз дайын болды. Рахмет. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.